Ең алдымен айта кету керек, бұл заң жобасы халықаралық стандарттарды ескере отырып дайындалды. Яғни, бағалы қағаздар саласындағы IOSCO деп аталатын халықаралық ұйымның ұсынған ережелері негізге алынды. Сондай-ақ, бұл жұмысқа Еуропа қайта құру және даму банкі мен Азия даму банкінің мамандары да қатысты. Жалпы, бұл құжатта бірнеше маңызды мәселелер қарастырылған. Біріншіден, рейтингтік агенттіктерді ресми түрде тану ережелері белгіленген. Сондай-ақ, қадағалаушы органның құзыреті, мүдделер қақтығысының болдырмау жолдары және де ашықтық пен корпоративтік басқаруға қатысты нақты талаптар айқындалған. Қазіргі таңда Қазақстанда рейтингтік қызметтер нарығында бірнеше негізгі проблемалар байқалады. Біріншіден, бұл салада нақты реттеу тетіктерінің болмауы, яғни рейтинг агенттіктерінің жұмысын қадағалайтын жүйе әлі толық қалыптаспаған. Екіншіден, шетелдік агенттіктердің басымы, яғни нарықты солардың ықпалы өте күшті. Үшіншіден, нарықтың өзі тар, қатысушылар саны өте аз. Осының барлығы отандық рейтинг агенттіктерінің дамуын тежеп отырған негізгі мәселелер деп айтуға болады. Осы заң жобасының қабылдануы бірқатар оң өзгерістерге әкеледі деп күтілуде. Ең бастысы, халықаралық агенттіктермен тең дәрежеде жұмыс істей алатын бәсекеге қабілетті қазақстандық рейтингтік агенттік құра аламыз. Сондай-ақ, рейтингтік қызметтер отандық компанияларға, әсіресе шағын және орта бизнеске қолжетімді болады. Одан бөлек, корпоративтік облигациялар мен басқа да қаржы құралдары дамиды. Бұл бизнеске тиімді шарттармен қаржы тартуға жол ашады. Тағы бір маңызды мәселе, қаржы саласында тәжірибесі мен біліктілігі жоқ инвесторларды қорғау күшейеді. Бұл халықтың қаржы нарығына деген сенімін арттырады. Сонымен қатар, шетелдік агенттіктерге тәуелділік азаяды. Бұл еліміздің қаржы жүйесін әлде қайда тәуелсіз етеді.